Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатындағы Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын мемлекеттік қызметкер Шарап Сәдуақасовтың шаңырағынан қабыл алып, отбасылық достарымыз мемлекеттік қызметкерлер Бақытжан Жүнісбековтің және Жандос Жетібаевтың отбасыларына жолдаймыз. Қаладан қиғаш өткенде, сары белге жеткенде, күн сәскеден өткенде, Қызыл аттың жүрісі оттамайды жусайды. Бүге жүктеп жүрмей келеді ақ моншақ аттың інісі. Оз-өзімен ыландап келеді бітіртінісі. Жылқы ішінде алады, қылшық жүнді қарады.